Сәлем жас дос. Бүгін біз сіздермен сыныпта лидер болудың немесе көшбасшы болудың 6 тұжырымымен танысатын боламыз. Өздеріңіз білетіндей, мен есімім Асқар және мен дәл қазіргі сәтте Дарын онлайн компаниясының директорымын. Дәл осы мансапқа жету үшін менің өзімнің мектеп кезімде көмектескен 6 лидерлік тұжырыммен сіздермен бөліскім келіп отыр. Олай болса, ыңғайланып отырыңыздар, біз бастаймыз. Сонымен біріншісі ол позитивті болу немесе көңіл күйіңді көтеріңкі ұстау. Яғни өздеріңіз білетіндей, көңілді адам жан-жағына әрқашан қуаныш сыйлап жүреді. Сол себептен көңілді жүруді ұмытпауымыз керек. Өздеріңіз білетіндей, жақсы сөз жарым ырыс дейді. Жақсы айтып, жақсы ойлау ол лидердің ең алғашқы қасиеттерінің бірі. Сонымен екінші тұжырым ол белсенділік. Немесе біз оны инициатива білдіру деп те айтамыз. Демек ол кез келген ортаға, достарыңыздың арасында өзіңіздің жаңа идеяңызды тастау, ұсыныс білдіру. Егер де сіз сол ұсынысты, идеяны аяғына дейін апарсаңыз, ол сіздің жауапкершілігіңізді арттырады. Үшінші тұжырым ол жауапкершілік. Жауапкершілікті мен сіздерге басқаша жолмен түсіндіріп көрейін. Қазір менің мойнымдағы жауапкершілік ол 4-ші тоқсанды қашықтықтан оқуды жақсылап қамтамасыз етіп беру. Және де оны сіздердің нұсқаларыңызға ауыстырсақ, ол мектептегі сыныптастарыңыздың жақсы оқуына ықпал ету, сыныптастарыңыздың белсенді болуына жақсы ықпал ету, соның барлығы жауапкершілікке жатады. Одан бөлек жауапкершілікті қандай да бір істі бастап, оны аяғына дейін жеткізу ол жауапкершіліктің негізгі құралы екенін айтқым келеді. Сол себепті, құрметті достар, көшбасшы болғыңыз келсе, жауапкершілікті бірінші орынға қойсаңызда болады. 4-ші тұжырым ол өмірге ашық болу. Немесе оны біз 8 қырлы бір сырлы деп айтамыз. Өздеріңіз білетіндей, мен сіздерге қазір бір жақсы ұғым айтқым келіп отыр. Адам 25-ке келгенше жаңа қырларды үйренеді. Ал 25 жастан кейін сол үйренген қырларын, сол үйренген тәжірибелерін ары қарай болашақтағы өмірінде қолданатын болады. Сол себепті жас дос, қазір сізге осындай төтенше жағдай кезінде жаңа қырлар үйрену үшін таптырмас мүмкіншілік. Ол біріншіден ораторлық курстарға бару немесе шешендік өнерлерге қатысу, екіншіден ол тез оқу курстары, үшіншіден өздеріңіз білетін жаңадан тіл үйрену мүмкіншіліктері өте көп. Төртінші ол өнерге де жақын болу. Яғни қандай да бір аспаптарды немесе ән айту, домбырада ойнау, гитарада ойнау, тағы да бір қырды үйренсеңіз, ол сізге болашақта өте үлкен көмегін тигізеді. Егер де сіз өзіңіздің қырларыңызды көбейтетін болсаңыз, ол сіздің көшбасшылығыңызда көшбасшы болып топты алдыға бастап жүруде өте көп мүмкіншіліктер, өте көп ықпал ететінін мен айтқым келіп отыр сіздерге. Сол себепті 8 қырлы бір сырлы болыңыздар. Келесі 5-ші тұжырым ол мәселелерді өзара шешу. Өздеріңіз білетіндей, кез келген ортада кикілжіңдер, келіспеушіліктер міндетті түрде болып тұрады. Сол жерде сіз апай ана жерде үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр демей, мәселелерді оңтайлы өз арада шешу ол лидердің басты шарттарының бірі. Құрметті жас достар, кез келген кикілжіңді өз ара шешкендеріңіз абзал. 6-шы және ең маңызды тұжырым ол сабақты жақсы оқу және де өзіңнің жетістіктеріңмен басқаларға үлгі бола білу. Құрметті жас дос, осымен біз өзіміздің 6 тұжырымымызды аяқтайтын боламыз. Осы 6 тұжырымды орындайтын болсаңыз, сіз өзіңіздің ортаңызға, сыныбыңызға, көшбасшы болатыныңызға мен кепілдік беремін.